Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Өте дәмді, жеңіл әрі тез дайындалатын салат түрін сіздерге бүгін ұсынатын боламын. Видео ұнаса, соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де аяқ асты қонақ келіп қалғанда да осы салатты тез жасап дастарханға қойсаңыздар да болады. Дәмі ерекше, әдемі салат түрі. Және де ең алдымен бірінші біз жақсылап жұмыртқамыз осылай көбіктеп төрт бұрыштап турап аламыз, әдемілеп. Қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, астына описаниеге қалдыратын боламын. Жақсылап осылай екі жұмыртқамды турап алдым. Және де тарелкама әдемілеп салып аламын. Және де кішкене тұз себемін. Көп сеппейсіздер, салат ащы болып кетеді. Майонезде де тұз бар. Және де осылай майонез салафанға салып дайындап қойғанмын. Және де кішкене осылай жағам майонезді, бетіне себем. Және де енді шұжығымызды, яғни колбасамызды осылай бұрыштап турап аламыз. Егер колбаса жемеймін десеңіздер, окорочканы, филені қайнатып, соны қоссаңыздар болады колбасаның орнына. Және де оны да осылай көбіктеп турап, біркелкі етіп, жұмыртқаның бетіне қойып шығамыз. Және де кішкене майонез жағамыз. Майонез көп жағудың керегі жоқ. Кішкене жақсаңыздар жеткіліксіз. Және кукурузымызды сеуіп шығамыз колбасаның бетіне. Осындай қонақ күткеннен қалған кішкене кукурузым бар еді. Соны қолдандым. Және де енді қиярымызды, огурцымызды осылай бұрыштап көбіктеп турап аламыз. Мен осылай бір огурцидың жартысын қолдандым. Көбіктеп турап алдым. Осылай біркелкі етіп, кукуруздың бетіне қойып шығамыз, жүгеріміздің бетіне. Және де кішкене тұз себеміз, көп сеппейміз. Тұзды болып кетуі мүмкін салат. Ал енді майонезімізді кішкене жағамыз. Мен осындай хрустящий картошканы дүкеннен дайын сатып алдым. Енді сіздер қолдан істесеңіздер, жасасаңыздар да болады. Дүкеннен сатып алсаңыздар да болады. Маған біразға жетті. Және де келген қонақтарым өте мақтады салатты. Тез дайындадың, бір шетінен дәмді екен, күшті екен. Үйде де жасап көремін деп. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі ерекше, жеңіл, әрі дәмді, тойымды салат түрі. Және де видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, достар.